Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздерге мектебіміздегі керемет жаңалықты жеткізбекпіз. Ақжолтай ақпармен бөліспекпіз. Елордасы Астана қаласында өткен халықаралық үздік дарынды оқушылардың форумында біздің мектебімізден 3-ші А сынып оқушылары қатысып, үлкен жүлдемен оралған болатын. Сол оқушылардың әсерін бөлісу үшін, елордасындағы әсерлі сәттермен бөлісу үшін біз қазір сұхбаттасатын боламыз. Елордасындағы арнайы сапарды мектебіміздегі бастауыш сынып мұғалімі, зерттеуші педагог, 36 жылдық тәжірибенің егері, 3-ші А сыныбының жетекшісі Егізбаева Гүлмира Жарылқасынқызы бастап барған болатынмын. Гүлмира апай, туған жерге оралуларыңызбен Астана сапары, жалпы халықаралық форум сіздерге қандай әсер сыйлады? Өзіңіздің әсеріңізді бөлісе отырсаңыз, және де осындай халықаралық форумға, дарынды оқушылардың форумына қалай жолдама алдыңыздар? Рахмет. Мына біз 25 сәуір күні Астананың төрінде ұйымдастырылған Еуразиялық ұлттық университетінде өткізілген үздік оқушылар мен дарынды оқушылардың форумына Сыр елінен нөмір 286 орта мектебінің 3-ші сынып оқушылары жүрдек пойызға мініп, сол сайысқа барып қатыстық. Ол сайысқа барып қатысқандағы негізгі мақсатымыз, ол сайыс алдымен онлайн түрінде жүргізді. Содан біз Әділқазы алқаларының көзіне түсіп, үздік нәтиже көрсеткендіктен ол жақтан бізге шақырту келді. Сонымен барлығымыз осылай сол форумға барып қатысып келдік. Жалпы 8 оқушы барып келді ғой елорданың төріне? Иә, елорданың төріне сыныбымыздағы үздік осы 8 оқушымыз барып, өте керемет өнерлерін көрсетіп, сол жерде түрлі достармен танысып, ол жерде Қазақстаннан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан түрлі ұлт өкілдері келіп, өздерінің керемет оқушылармен бөлісті, өздерінің өнерлерімен, білімдерімен, мәнерлеп оқу сайыстары өткізіліп, жақсы деңгейде ұйымдастырылды. Өте керемет, бәрекелді. 3-ші сынып оқитын кезде елордасы Астананы көру деген бұл үлкен бір жетістік, үлкен болашақтың бастауы деп білеміз. Жалпы оқушылар, өздеріңе сауал болсын, сендерге бұл сапар қалай әсер етті? Өздеріңнің әсерлеріңді бөлісе отырсаңдар. Жол сапары қалай болды? Бәріміз апаймен бірге бардық па? Астана төрінде өткен халықаралық үздік дарынды оқушылар форумына қатысу мен үшін үлкен мәртебе болды. Бұл форумнан мен ерекше әсер алдым. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген дарынды оқушылармен танысып, тәжірибе алмастым. Үлкен сахнада өнер көрсетіп, марапат алып мені шабыттандырды. Форумда айтылған ақыл-кеңестер ел ағаларының батасы мен жүрегінде ерекше із қалдырды. Бұл сапар мені білімге ұмтылып, биік мақсат қоюға жігер берді. Осындай халықаралық форумға қатысу мен үшін ұмытылмас сәт, үлкен өмірлік тәжірибе болды. Ой, бәрекелді, қандай керемет, Аянат, жарайсың. Кәнекей, ду қол шапалақ, не деген керемет сөздер. Мына сөзден кейін қалай шақырмасқа форумға? Жақсы. Соны сұрақ көрсеңіздер болады. Мен Руслан Бахредин. Мен Астана қаласындағы халықаралық үздік дарынды оқушылар форумына қатыстым. Форумнан өте көп әсер алдым. Үлкен сахнаға шығып, марапат алу мен үшін үлкен бақыт болды. Басқа өңірден келген дарынды оқушылармен таныстым, достар таптым. Аға-апалардың бізге берген үлкен кеңестері бізге ұнады. Бұл форум менің білімге деген қызығушылығымды арттырды. Болашақта жақсы оқып, үлкен белестерден бағындырғым келеді. Бұл сапар менің есімде мәңгі сақталады. Қателеспесем, Айбарды арнайы әжесі, атасы бастап барды, Астананың төріне. Айбар, сенің әсерің қалай? Астана қаласында өткен халықаралық форум өте керемет әсер алдым. Үлкен сахнаға шығып, марапат алу мен үшін үлкен қуаныш болды. Дарынды балалармен танысып, көп нәрсе үйрендім. Бұл сапарда менімен бірге шаршамай, қолдап қасымнан табылған аяулы әжеме ерекше алғыс айтамын. Әжем мені жетектеп апарып, үнемі демеп жүрді. Осындай жетістіктерге жетуінің арқасы әжемнің еңбегі зор. Мен әжеммен мақтанамын. Ешқашан ауылмай біздің саябағымыз болып жүре берсін. Ой, керемет.
Енді келесі оқушылар Мағжан отыр бізде, иә. Қателеспесем, сол үлкен форумда елімізге танымал жұлдыздар, иә, үлкен тұлғалар болған екен. Солардың ішінен кімдерді таныдыңдар? Олардың қандай сөздері сендерге әсер етті? Іңкәр айта. Астанаға барып халықаралық үздік дарынды оқушылар форумына қатысу мен үшін ертегілер әсер қалдырды. Бұрын теледидардан көретін үлкен сахнаға өзім шығып, марапат алған сәтім ерекше қуаныш сыйлады. Форумда көптеген талантты балаларды көріп, олармен танысу мені қанаттандырды. Осында биік белеске жетелеген мектеп директоры Ләззат Машбекқызына және бізді әрдайым қолдау көрсеткен Гүлмира Жарылқасынқызына үлкен алғыс айтамын. Осы сапардан кейін менің де арманым үлкейді. Мен де елге пайдасы тиетін үлкен азамат болғым келеді. Ой, бәрекелді, арманыңа, мақсатыңа жет. Арманың, мақсатың айқын болсын. Біз соған тілектеспіз. Астана қаласының төрінде ұйымдастырылған халықаралық үздік дарынды оқушылар мен форумы аясында Мұхали Мақатаев шығармашылығына Евразия ұлттық университетіне бардық. Ояқта Навев Саят Талғатұлы, Ситман Серік Мықтыбекұлы, Қалиев Жабай Нұрмақұлы, Қашынбаев Амангелді Нұркейұлы, профессорлар мен лекторлар бізге деген жылы лебіздерін айтты. Болашаққа деген сенімім нығайып, алға қойған мақсаттарыма жетуге деген жігерім арта түсті. Астана қаласы маған қатты ұнады. Алдағы уақытта бұдан да биік белестерді бағындыратыныма сенемін. Осындай үлкен мүмкіндік сыйлаған мектеп директоры Ләззат Машбекқызы және бізді дайындап әрдайым қолдау көрсеткен сынып жетекшім Гүлмира Жарылқасынқызына шексіз алғысымды білдіремін. Бекболат Еласыл, біз Астана қаласындағы Евразиялық ұлттық университетіндегі халықаралық дарынды оқушылар форумына қатысып келдік. Форум өте жоғары деңгейде өтті. Үлкен сахнаға шығып, өнер көрсетіп, марапат алдық. Бұл форум бізге алдағы уақытта осындай үлкен сахнаға шығуға, белсене қатысуға үлкен үміт сыйлады. Тамаша. Керемет. Келесі. Олда қандай қызықтар болды? Сол туралы Еркін. Форумға барар жолдың өзі мен үшін үлкен естелік болды. Достарыммен бірге жолда ән айтып, әңгімелесіп, көңіл күймен бардық. Өзің сөзіңмен айта бер, Алина. Көңіл күймен бардық. Ол жерде Еуразия ұлттық университетінде Қазақстанның түкпір-түкпірінен, мысалы Қырғызстаннан оқушылар келді. Біз олармен танысып алдық. Біз Астана қаласындағы Еуразия университетінде өткен халықаралық үздік дарынды оқушылар форумына қатыстық. Форум өте жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Оған әр өңірден келген дарынды оқушылар жиналды. Іс-шара барысында оқушылар өз білімдерін, өнерлерін және қабілеттерін көрсетті. Біз жаңа достар тауып, көп тәжірибе жинадық. Бұл форум бізге үлкен мотивация берді және есте қаларлық күн болды. Жаңа естіп жатырмыз, Мұқағали Мақатаев атамыздың кереметтей өлең жырларын жатқа айту арқылы, оны онлайн жолдау арқылы осындай арнайы шақыртуға ие болған екенсіңдер. Жалпы осы онлайн жолдау барысында кім қандай өлеңін оқыды? Қандай өлеңдерін жатқа айттыңдар? Жатқа айтып беріңдерші бір өлең. Кім айта ғой? Асықпай, мәне. Мұқағали Мақатаев, Қазақстан. Жақсы аттанды демесің, сүйем десең, табынатын тәңірім ем десең, адам болып күн кешу қиын маған, арқа тұтып өзіңе сүйемесем, сен менің сүйегіммен қанымдасың, жанымдасың, ұятым мен арымдасың, саған деген махаббат дамылдасын, тек сенің топырағыңды жамылғансың, өзіңше түсіңде ерек, ісіңде ерек, сырым бар саған айтар ішімде көп, қомағай көзімді бір тойдыра алмай, қорқамын бәрі осыны түсінбей деп. Қазақстан, пай, ардағым-ай, сен менің шолпанымсың жанған ұдай, өзіңше өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббатым арманым-ай. Ой, бәрекелді.
керемет өлең шумағымен шабыттандырды. иә? Беріктен прям осы өлең жолдарын жеке салып қояқшы. Анағылай асықпай әдемілеп дауысын шығарып мәнерлеп айтамыз. иә. Мұқағали Мақатаев ей өмір, дүниенің ағында қарасында, мұң кетпесін қабылдап аласында, қарасымен шаман жоқ таласуға, ей өмірім зымырап барасың ба. Жер мен көктің желпініп арасында, желігесін түсесің қара суға, құйын қуған қамбақтай аласыра, ей өмірім зымырап барасың ба. Мен отырмын теңіздің жағасында, берісінде жоқ оған аласыра, мені тастап толқындар ағасың ба, толқынданып өмірім барасың ба. Тамаша. Шан шығарып ізінен құйындаған, бересің бе өмірім сыйын маған, ей өмір сыйын маған, сыйынды алам мен сенің бұйырмаған. Тамаша. Айбардың өлеңін тыңдап көрейікші, Айбар. Мұқағали Мақатаев шыдай түс шыда тағы, шыдамдына мына өмір ұнатады, үміттім құла не құла тағы, әйтеуір білатады, өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір болмайды түңілуге, қайта тұрып қақыңба жүгіруге, түсінемін жаныңнан алғанын, шыдадың ғой шыдай түс дамылдағын, yoқтақтың тәсілін қабылдағын, басқасына басылып табынбағын, шыдай түс шыда тағы, таулатқан тасқынның ағысына, кір жуытпай кіршіксіз намысына, қалысуға болады алысуға. Енді осы жол сапар барысында Астана ұзақ сапар, ұзақ жолды талап етеді. Жүрдек пойызға міндік деп жатырмыз. Осы жүрдек пойыз барысында бір-бірлерімізбен бір вагонда болдық па? Қызықты сапар болды ма жалпы? Сапар қалай өтті? Өз ойларыңды бөлісе отырыңдаршы. Сапар өте қызық болды. Біз жол бойында бірлесіп тамақ іштік, әңгімелестік, мектебіміздің әнұранын айтып, сапарымыз өте қызық өтті. Жолда жаңа жүрдек пойыз тоқтаған кезде әртүрлі станцияларға тоқтады, әртүрлі елді, жерді, қалаларды көрдік па балалар? Мына қала екен, мынау Шымкент екен, мынау Қарағанды екен деген секілді, иә? Қазақстанның қандай қалаларына куә болдыңыздар? Біз Қазақстанның қандай куә болғанбыз, біз Қарағанды қаласына куә болдық. Сосын Қырғызстанның шекарасынан өттік. Тараз өте көне қала. Барлық қалаларға біз куә болдық. Қырғызстанның шекарасынан өттік. Күшті деген Балқаш көлін көрдік. Алатау, Қаратаулар көрдік. Жақсы, осы Тараз сенің есіңде несімен қалды? Бахриден ескі қала, көне қала деп қалдың. Тараз несімен қалды есіңде? Ауасы қандай екен? Тараздың ауасы өте жақсы, көне қала болғандықтан ол ауасы өте жақсы, әдемі қала. Осындай сұхбат барысында біздің қонағымыз ретінде мектебіміздің оқушы жөніндегі орынбасары, шебер педагог, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі біздің Әлібекова Гүлнара Сабырханқызы қатысып отыр. Гүлнара апай, балаларға деген сіздің тілегіңіз, лебізіңіз болса, оны жеткізе отырсаңыз. Балалар, адам өміріндегі ең құнды қазына білім. Сендер осындай керемет білімдерінің арқасында, тамаша өнерлерінің арқасында Астана төрінде керемет үлкен форумға барып қатыспайтындар. Сендер біздің мектептің мақтанышсыңдар. Ұлы ойшыл Абай атамыз айтқандай, ғылым таппай мақтанба дейді. Әрдайым алдарыңда білімге деген биік мақсат болсын, болашақтарың жарқын болсын, мінеки алғашқы қадамдарың құтты болсын, бұдан да жоғары биіктерге, бұдан да жоғары жетістіктерге Гүлмира Жарылқасынқызы апайларымен бірге жете білерін шын жүректен тілектесін. Білім жолдарында ешқашан қанаттарың талмасын, жарайсыңдар. Бүгін сұхбаттаймыз арнасында біз мектебіміздің мақтаныштары, бастауыш сыныптың оқушылары, халықаралық форумға қатысып келген оқушылармен арнайы сұхбат жасаған болатынбыз. Құрметті оқушылар, құрметті Гүлмира апай, сіздің шығармашылығыңызға шабыт, еңбегіңізге толағай табыстар тілеймін. Осындай жас өскелең буынды даярлауда
талмай тынбай еңбек ете беріңіз. Біз соған тілектеспіз. Ал 3-ші сынып оқып, небәрі 3-ші сыныпта Астананы көріп, ел ордасын тамашалап, президент жүрген жерді табанымен басып келген біздің оқушылардың Алла қаласа болашағы баянды болары сөзсіз. Ол әрине, ол үшін біз үміт күтеміз. Осындай жалындаған талапты оқушылардан шыңдала беріңіздер. Сол форум біздің барлық жетістіктеріміздің бастамасы болсын. Енді бұйыртса халықаралық форумдарда көш бастап, мектебіміздің ғана емес, ауданымыздың, облысымыздың мерейін асыра беріңіздер. Сіздермен сұхбаттасқан мен Қанзада Дошан Төреханқызы. Жақсы күндерде жүздескенше.